Бізге жерді берсін. Мына біздің министрлер ағарап отыр ма? Увидьте людей, в конце концов. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі депутаттары қызыл автобуспен Түркістан облысына аттанды. Сапар барысында Сайрам, Төле би және Қазығұрт аудандар тұрғындарының мұны мұқтаждарын естіді. Халық арасында наразылық өршіп тұр, оған себеп көп. Ең бірінші келген ауыл Сайрам ауданындағы Теспе ауылы болды. Қазіргі таңда елді мекенде 620 тұрғын бар. Олар ауыз су проблемасының шешілуін 10 жыл күтіп отыр. Біздің ауылда ең үлкен басты мәселе ағын су болып тұр. Осыдан 10 жыл бұрын келген су 10 жыл тоқтады. Енді биыл мәселесін қозғап біз арыздандық ауданға. Бірақ ол су келмей жатыр. Өйткені біздің арықтар жасалмаған, график дұрыс істелмеген судың. Содан біздің ауыл қурап жатыр. Не егін де алмайды, не мал шаруашылығы да алмайды. Одан бөлек ауыз су бар. Адана құбырлар дұрыс жеткізілмеген ауылдың арасына. Кейбір жерлерге су шықпайды үйлерінде. Суды шелекпен тасып ішуде. Его не хватает. Тұрғындардың айтуынша 4 күнде бір рет келетін су барлық үйлерге жетпейді. Сондықтан бірінші кезекте депутаттардан ауыз су мәселесін шешуді талап етті. Сонымен қатар Теспеде медициналық қызметтердің тізімі шектеулі және газ жоқ. Осы ауылда не мәдениет үйі жоқ, не спорт кешені жоқ, не ағын су, не ауыз су толығымен қамтамасыз етілмеген. Көшелер асфальт етілмеген. Рухани жаңғыру дейміз. Қалай жаңғырамыз біз? Мынандай мәдениет үймен. Мына біздің министрлер ағарап отыр ма? Сейчас мы находимся у стен Дома культуры села Теспе Туркестанской области. Я приглашаю министра культуры и удивительно, что еще и спорта, вот здесь вот на фортепиано дать концерт местным жителям. Увидьте людей, в конце концов. Обратите на них внимание. Барлығының 4-5 бала шағасы бар. Бірақ үйінде мысалға осындай мәдениет үйіне, мысалы спортпен шұғылдануына, болмаса домбыра үйірмесіне қатысуына ешқандай жағдай жоқ. Мәдениет түріміздің мынау мысалы түрі мынау. Қызыл автобус Теспе ауылынан шығып бағытын Ақбұлақ ауылына бұрды. Бұл жерде орналасқан карьерлердің кесірінен ауылда экологиялық катастрофаның қаупі бар. Здесь вот карьер первоначальный, который вот прям притык к нашему деревне. За карьером буквально находятся у нас сельхозфермы, люди, частные дома, прям притык живут. Мы навстречу проехали, карьер расширяется. И, соответственно, с этой стороны, если внимательно посмотреть, там еще 4 карьера. И дальше идут около 20 карьеров. Из всех днем и ночью выходят КАМАЗы. Вот раньше ни один двор у нас, помидоры, огурцы, сельхозпродукты, никто не погубал. Я серьезно вам говорю, никто. Я уже 10 лет пытаюсь у себя в огороде что-то посадить, что-то вырастет, ничего не получается. Потому что земля уже испорчена. Да, она как цемент. Бұл жерде міне қазір халықтың шулап атқаны, мына жерде карьер бар жанымызда. Жаңа ағалар айтып кетті, 30-дан астам карьер бар. Оның 6-ауында ғана заңды лицензиялар бар. Халық ұсынған қол қойған 5 адам қол қойған адамды біз ұсынған адамды Сайрамның әкімі қоймай, жаңағы өзінің қызметіне қашып жүрген адамды әкеп қойды ғой. Елбасында сөзі бар. Бүгінгі жас ұрпақ ертеңгі кемел келешектің болашағы. Тірегі деп жатыр. Енді мынанша жастардың атынан бізден бір ғана ұсыныс ауылға жақсырап спорт комплекс салып берсе. Мына қазақта бір әдемі сөз бар да, мәдениет үйі жоқ ауыл мәдениетсіз дейді. Оған мәдениет ешкім үйрете алмайды. Мәдениет үйі болса, жастардың атынан бір-ақ ұсыныс. Они говорят, мы 100 раз бегаем туда-сюда, рассказываем и так далее, да? Пока им в час по частной лошади не скажут, это не проходит. Ну все, спасибо. Ситуация такова, что ко мне обратилась женщина, у которой супруг заболел, у него инсульт был, он сегодня уже инвалид первой группы. Понятно, что его невозможно оставить и где-то работать. И поэтому вынуждена работать супруга, ухаживая за своим мужем. Он получает субсидии государства, пособие 48 тысяч. Она не получает сегодня ничего. Он как приобретенный и считается ничего, да? Значит, сейчас новый закон рассматривается в парламенте, где будет выделяться сумма тоже 48 тысяч тенге. Да, и кроме того, значит, вице-министр вот сейчас говорит, что можно обратиться за
транспортными пособиями и так далее. Но здесь в селе, я думаю, что не так важно бесплатно проехать на поезде. Здесь важно вообще просто же выжить. Вот здесь, конкретно сегодня и сейчас. И поэтому я предложила вице-министру все-таки, что нужно такую информацию дать, чтобы каждый человек, оказавшись в любой ситуации, мы все не гарантируем, что завтра мы не станем инвалидами, не дай бог. Да? Чтобы если что-то случилось, я достала и прочитала, я могу вот это и вот это, ни у кого не спрашивать и не искать.